Көкірек көзі бітелген соң. 1984 жылы Мұхтар Мағауин «Бес ғасыр жырлайды» деген кітап құрастырып, қазақ мәдениетіндегі орны бар ақын жыраулардың еңбегін топтастырып жинап еді. 2006 жылы теріс пиғылды діншілдер тарапынан 10 ғасыр жырлайды деген кітап басылып шықты. Сол кітапта бұрынғы 5 ғасыр жырлайды кітабында берілген Алла, Тәңір, Құдай деген сөздер Аллах деген сөзбен ауыстырылып өзгертілді. Әруақ, әулие, пір сияқты сөзі бар өлеңдер кітап ішіне енбеді. Ең сорақысы 10 ғасыр жырлайды кітабы түркінің пірі Қожа Ахмет Яссауидің еңбегін енгізбек тұрмақ, атын да жазбай қойды. Кейін кейбір зерттеушілер мұның себебін сұрағанда, құрастырушылар Қожа Ахмет Яссауи қожа болған, қазаққа қатысы жоқ деген сыңайда сылтау айтып құтылыпты деседі. 1991 жылы Мұхтар Мағауин құрастырған «Ай заманай, заманай» деген кітапта Доспамбет жырау бүйдеп толғаған еді. Айнала бұлақ басы тең, Азаулының Стамбулдан несі кем. Азаулының Аймадет Доспамбет ағаның хан ұлынан несі жоқ, би ұлынан несі кем. Тәңірінің өзі берген күнінде хан ұлынан артық еді менің несібем дейтін. 2002 жылы Қобыз сарынын шығарғанда біреулер Тәңірі сөзінің орнын Алла деп өзгертіп жіберіпті. Бұл мәселені 2023 жылдың маусымында Facebook әлеуметтік желісінде Мерген Тоқсанбай деген кісі көтерді. Сөз қадірін білетін әр қазақ Алла деген қос буынды сөздің Тәңірінің деген 4 буынның орнын толтыра алмай, өлеңнің әуезін, ритмін бұзып тұрғанын көре алады. Кәдімгі жамау сияқты. Бұл сөз жоқ кітап баспасындағы редакторлардың ісі. Менің ислам дініне де, Аллаға да еш қарсылығым жоқ, бірақ қазақтың руханиятына бұндай шабуылдың жүруіне қарсымын дейді ол. Қазақ арасында кең тараған рухани мақал мәтелдерді Құран аяттарымен қайта талдау әрекеті де байқалды. Мысалы 2012 жылы Нұрсәуле Рысалиеваның қазақтың кей мақал мәтелдерінің ислами дүниетанымға кереғар сипаты атты мақаласы жарық көрді. Онда мақала авторы бүй дейді: халқымызды тура жолдан тайдыруды нұсқаған, тегіне, түп тамырына тартпаған, керісінше оған балта шабу үшін құралған даналығымыздың тұнығын лайлап, дініміздің еңсесін түсіріп, мұсылмандығымызға күмән келтіріп тұрған бір қатар бұралқы сөздерден арылуға асығуымыз қажет деп ойлаймыз дейді де, мынадай мақалдарды тура жолдан тайдырушы ретінде дәлелдейді. Мысалы, арыстан бапқа түне, Қожа Ахметтен тіле. Әулие Құдай емес, Құдайдан былай емес. Құдай атқан оңалар, әруақ атқан оңалмас. Алла кешірер, әруақ кешірмес. Алланың өзінен де ата абыройлы деп келеді. Бір қызығы, осындай ревизиядан кейін қазақ мәдениеті өркендеп, жаңа белеске көтерілудің орнына қараңғылыққа бата түскен сияқты көрінді. Нұрсәуле Рысалиеваның жаны күйген Құдайын қарғайды. Жарымды алған Құдайдың келіні мендей жыласын. Алғанын білмейтін Құдай. Тана пайда бермесе Тәңірі пайда бермейді деген сияқты мақал мәтелдерді Құран, хадис мәтінімен талдауы ақылға симайды. Бұл конфессионалды көзқарастан шыққан субъективті талдау. Негізі академиялық ілімнің талабы бойынша ондай мақалдарға теологиялық емес, психологиялық және социологиялық талдау жасалады. Автордың сынаған кейбір мақалдары аштық, соғыс жағдайында халықтың шырқыраған жанайқайынан туған. Оны психологияда коллективті сана дейді. Қазақтың басына түскен нәубет түрлі тіркеске айналып, сөз түрінде сыртқа шығады. Бірақ заман жақсарғанда олар автоматты түрде ұмытылып, лексиконнан шығып кетеді. Осы жерден халықтың діни сауатын емес, психологиялық көңіл күйін талдаса ұтымды әдіс болар еді. Жаңа исламның шалығы қазақ мәдениетінің ең киелі өнерінің бірі саналатын ақындар айтысына да тиді.
Қазіргі айтыс ақындары ешқандай тарихи тізбекке жалғанбаған, тек хикметсіз уағыз айтуға үйреніп алды. Ақындар сахнада тұрып жаппай халықты исламға үгіттеп, айтыстың деңгейін сақал мен балаққа дейін түсіріп жіберді. Салыстыру үшін Янушкевичтің 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ ақындарының айтысын мысалға келтіреміз. Орынбай алғаш айтысты бастап, сұлтан байларды мадақтай жөнелді. Сол кезде жанақ ұрсып, бақиға көшкен дін мұсылман баласын неге жырламайсың деп ескертті. Орынбай кезек дегенде домбырасын қағып-қағып жіберіп, өлең басын адам ата Хауанаға арнады. Содан Нұх кемесіне мінді. Топан судан өтті де Арараттың биігіне шықты. Бүкіл Інжіл иірімдеріне көз тастады. Жолай барлық оқиғаны қалдырмай баяндады. Вавилон Навуходоносорын, Мысыр перғауындарын қалдырмай сүзіп шықты. Сағат бойы мүдіріссіз жырлап, Ниагара сарқырамасындай арындап келіп, Мұхаммедтің өзіне жетті. Соңғы 10 ғасырды құшағына алып нөсерлеткен жыр бүкіл қазақ даласына толықси жайылар меді, қайтер еді, кім білсін. Меккеден шыға бергенде арқалы ақынның домбырасының шегі үзіліп барып тоқтады, дейді. Яғни бұрынғы айтыс адам ата мен Хауанадан тарайтын хиссалар желісінен, аңыз әпсанадан тұратын еді. Хақ ілімінің талабы қатал. Жолға түскен ізденуші бойындағы нәпсі қуатын бейберекет шашпауы тиіс. Себебі дін талабы бойынша әрбір қуаттың сұрауы бар. Нәпсінің алапат қуаты ер азаматқа қараңғы қоғамды ілім нұрымен жарықтандыруға және әділетті қоғам орнатуға жұмсалуы тиіс. Осындай киелі міндетке жұмсалмаған нәпсі қуаты кернеуі артып, шырқау шегіне жеткенде қатын құмарлыққа салынады. Сондықтан да рухани ілімнің ұсталары бүкіл сезімін жинап, қатаң бақылауда ұстап, ақиқатқа немесе Алланың дидарына ғашық болуға ұмтылады. Классикалық еңбектерде ғашықтар деп аталатын категория Алланың дидарына ынтық болған хас тақуаларға қатысты айтылады. Байқасаңыз, жаратқанның жамалына ғашық болған нағыз әулиелер әйелдеріне арнап ғашықтық өлеңдер жазбаған. Олардың ғашықтығы мынадай хикметтермен өрнектелген. Жыр пердесін түнектің, тілеп хақтың дидарын, ашып көзін жүректің, көзбен көріп иланғын. Қожа Ахмет Яссауи. Мұндай тақуалар керек десең жүрегінің түкпіріне некелі жарында кіргізбейді. Олардың ұғымында Аллаға деген ғашықтыққа ешкім ортақтаспау керек. Бұл дүниедегі жұбы мен Алла разылығы үшін ғана құрметтесіп, сыйласып, адами сүйіспеншілік мақамында өмір кешеді. Иллахи ғашықтықтан туған ғазалдар адамзат ұрпағына мәңгі бақи солмайтын махаббат құдіретін көрсетіп тұрады. Қас тақуалар осы ғашықтық мақамынан жаңылып, жүрегін сұлу әйелдіге алдырған кезде бар қасиетінен жұрдай болып бітеді. Соңғы 30 жылда діни алаңның ақылды адамдар үшін тартымсыз болып көрінетін ең басты себебі дәл осы иллахи ғашықтықтың жоқтығы. Діни уағызшылардың нәпсани құмарлығы өмір қанып бітпейтін Дон Жуан типтес еркектерге ұқсап кетуі әмән да жиіркенішті сезім туғызады. Тоқал алуға ешқандай объективті себеп табылмаса да, діннің бүкіл мұратын екінші және үшінші әйел алуға әкеп байлай беруі саналы жастардың арасында дінге деген нигилизмді күшейтті. Дін ғылымын арнайы оқыған мамандардың өлген соң жұмақта мұсылман еркекке сыйлық ретінде беретін хор қыздары жайлы жағымсыз уағызды сілекейі шұбырып отырып насихаттауы исламның беделін жермен жексен қылды. Бірақ осындай уағызды күмәнсіз шындық етіп қабылдаған діни жамағаттар өз арасында тоқал алу жарысына шатылды. Олардың мұндай надандығын көріп отырған екінші тарап тәңіршілдік сияқты эзотерикалық ілімдерді қызықтап кетті.
Әдетте мұндай эзотерикалық ілімдер пайғамбар келіп уахи түскен соң рухани майданда жеңіліс тауып, тарихтың қойнауында қалуы тиіс еді. Яғни халықтың ислам өркениетіне жалғануы өркендеудің жаңа сатысы саналады. Енді бұл өркениеттен бас тартып, өткен тарихқа оралу саналы түрде қараңғы дәуірге бату дегенді білдіреді. Жалпы дін ғылымы тылсыммен тілдесетін ілім саналады. Бірақ ол ешқашан өлген жандардың әруағымен тілдесіп, ақылдасуды мұрат етіп алмаған. Құранда ондай шарт жоқ. Тылсымға қатысты жүздеген, бәлки мыңдаған эзотерикалық салалар болуы мүмкін. Бірақ дін олардың ешбіріне шырай бермейді. Себебі діннің мұраты айқын. Кісінің көкірек көзін ашып, ғайыптан рухани ілім тартып, үнемі надандық пен қараңғылық құрсауында тұратын бұл әлемді рухани зерттеумен айналысады. Тіпті көкірек көзі ашылған адамдар түсінде немесе басқа бір транс әлемінде әруақтармен тілдесіп, ақпарат алды дегеннің өзінде оны жария қылмайды. Ондай ілім әмәнді құпия сақталады. Құпия сақталмаса, адасуға бейім тұратын қара халық спиритизммен шұғылданып, өлген аталарыңмен сөйлесіп беремін деп, алаяқтыққа негізделген коммерцияның тың түрін ойлап табады. Исламнан бір ғана мысал, Мұхаммед пайғамбардың өзі Алладан және Жебірейіл періштеден ғана ақпарат алдым деген. Бәлкім ол миғраж сапарына барғанда басқа пайғамбарлармен кездесіп тілдескен де болар. Солай болған күннің өзінде Құранның бізге жүктеген борышы ол емес. Өз бойыңдағы рухани тарапыңды барынша күшейтіп, жануарлық инстинктті тәрбиелеп, оны адами сипатқа келтіру. Әдетте адам болмысы былай. Түпкі мәні айқын болып тұрмайтын кез келген оңай істен қиналып кетеді. Ал мәні анық болып тұрса қорықпай тау қопарады. Қазіргі қазақтар не үшін исламнан жеріді? Себебі дін шарттарының мәні мен мағынасы философиялық тәсілмен сол күйі айқындалмай қалды. Қарапайым ғана Алла бізді не үшін жаратты деген экзистенциялық сұраққа діни жетекшілер терең ойланбастан құлшылық қылу үшін ертең өлген соң намаздан сұраласың деген сапасыз жауабынан айнымады. Бұдан басқа дін парыз қылған мұсылманның міндеті жетерлік. Ол міндеттердің мәні философиялық терең талғамдармен ғана ашылады. Бірақ діни уағызшылар бізді адастырады деген желеумен философияға жоламайды. Осының кесірінен мәнсіз, мағынасыз көрінетін парыздарды өмір бақи арқалап жүруге модерн мұсылмандар көндіге алмайды. Осыдан келіп таяз типтер ешқандай шарт қоймайтын, әрі өзінің қалыптасып қалған рахат өміріне өзгеріс енгізуді талап етпейтін, бірақ құлаққа жағымды, адамды сүй, жаратушы бізді шексіз сүйеді. Құдай барлық адамның жүрегінде. Алланың адамды азаптауы мүмкін емес. Біз Құдайға құл емеспіз, оның сүйікті перзенттеріміз деген сияқты гуманистік насихатты ілестіріп алып жүреді. Қазақ қоғамында қазір трендке айналған, өлген соң басқа бейнеде қайта туыласың деп келетін реинкарнациялық құмарлық та, мойынға ешқандай парыз жүктемейтін шартсыз рахат дінге деген сұраныстан шыққан. Бір шетінен ақыреттің азабы жайлы бір текті қорқынышты уағыздан мезі болған мұсылмандарға рахаты мол, азабы жоқ, шартсыз, құлшылықсыз нанымның мұндай түрі іздегенге сұраған болды. Бірақ терең ойланған адам мұның да түбі тұңғиыққа тіреліп, өміріңді ұрлатумен аяқталатынын түсіне алады. Яссауидің тілімен айтсақ, ей сопы, талап қылсаң хақ дидарын, жаннан кеш, алқашінде жан қинағын дегендей, саналы түрде болып шарқалап, қу нәпсіңді қинамай, мағыналы өмірді қоржыныңа сала алмайсың. Қауымға қайта келмейсің. Біздегі реинкарнацияға деген қызығушылық 1960 жылдары батыста да күшті болған.
Американ ғалымы Морган Скотт Бектің пікірінше, өлген соң қайта туыласың деген теориядан гөрі, өлген соң сұраққа ілініп, сапарың тағы да жалғасады деген идея әлде қайда ақылға қонымды. Кез келген адам өмірінде қателікке ұрынып, одан сабақ алады. Ғибрат алған сайын кеудесіне даналық тоқи береді. Есейген соң ақылы толысып, осы жинаған ғибратым мен даналығымды ұрпағымның санасына қотарып кетейін. Олар мен ұрынған қателікке ұрынбасын. Олар бірден бақытты өмір сүрсін деп бала-шағасының құлағына құйғысы келеді. Бірақ ол мүмкін емес. Себебі бала өмірді өз тәжірибесімен сынағысы келіп тұрады. Қанша жерден данышпан әке ескертіп тұрса да, от басып, орға түспей тұрмайды. Ол да өз өмірінен ащы сабақ алып, көңіліне бір ғибрат түйіп алады. Себебі әр адам өзі жүріп өткен кезеңнің қиындығынан қашалып шығады. Өмірден жиған терген тәжірибең мен көкірекке түйген ғұмырлық сабағың өзіңе ғана маңызды болып сезіліп тұрады. Өмірден осынша жинаған сабақты шашау шығармай, ең құрғанда бел балаңа беріп кете алмасаң, несіне жинап теріп әуре болдың? Әбден қартайып, соңғы демің үзілгенше өмірден даналық тере берудің не мағынасы бар? Бұған қарап қандай философия түюге болады? Жауабы өте қарапайым. Өмірдің даналығы өлген соң өзің үшін ғана пайдаға асады. Ғибратың неғұрлым мол болса, өлгеннен соң сапарың да соғұрлым сапалы болмақ. Егер қайта-қайта туыла беретін болсақ, тіршіліктен ғибрат алып, ойымызға даналық жинаудың не мәні бар? Мағыналы ғұмыр адам өміріне бір-ақ рет келеді деген теорияға байланған. Тіршілікке келіп кету қайталанбас бір реттік феномен болғасын да, оны барынша мағыналы, мәнді етіп сүру керек. Екі рет қайталанған өмірдің ешқандай мәні болмайды. Шәкәрімнің тілімен айтсақ, адамдық борышың халқыңа еңбек қыл. Ақ жолдан айнымай ар сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мансаптың тағы үшін. Нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет келешек қам үшін. Қайтадан қайырлып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің. Өлген соң адамның сұраққа ілінетіні рас болса, онда сұрақтың да сиқы мынадай болуы шарт. Ал құлым, пәни жалғаннан қандай сабақ алдың? Менің тіршілікке жасырған хикметімнен қаншалықты үлес алдың? Жүрегіңе қандай хикмет жинадың? Өткінші өмірден не түйдің? Деген сыңайдағы сауалдар міндетті түрде пенденің алдынан шығады. Осындай ақыреттік сұрақтарға жауап беру үшін де әр пенде өмірден өзінше сабақ алып, жүрегіне кемеңгерлік пен кісілік мінезді жұқтыруы тиіс. Реинкарнация айтқандай, қайта-қайта туыла беретін болсақ, өмірден даналық теріп, ащы сабақтан ғибрат алудың не мәні бар? Ал баламызға әдеп пен иба ғана үйрете аламыз. Сол үшін де пайғамбарлар үмбетіне ілім, білім, мың саты, оның 999-ы әдеп, бір сатысы ғана ғылым деп өсиет қалдырыпты. Мәулана Руми сияқты әулиелер болса, әдеп деген бұл бір тәж, басыңа қой да жүре бер депті. Қазіргі ата-аналар баласына әдеп пен иба емес, бірден әккілік пен тіс қаққан пысықтықты сіңіріп тастағысы келеді. Алайда мұндай әдіс балаға кері әсер етеді. Әкесінің морализміне мезі болған баласы ерегісі бәрін керісінше істеуі мүмкін. Діни құндылықты әжуа қылатын нигилистердің дені діншіл әулеттен өсіп шығады. Көбінесе ата-анасы тікелей кінәлі. Егер ата-ана баласына қоғам мен Құдай алдында моральдық тақырыптарды қорықпай арқалай алатын мінезді сіңіре алса, ол ата-аналық миссияны 100% орындаған болып есептеледі.
Іргетас. 2023 жылдың көктемінде Астана қаласында кітап көрмесі өтті. Бір бойжеткен отбасы хрестоматиясы сөресіне келіп кітап қарап тұрды. Біз кітаптарды ұсындық, бірақ ол самарқау ғана шолып шықты. Әлдеден эпосқа дейінді алдыңыз ба деп сұрадық. Жоқ деді. Салт дәстүр сөйлейдіні ше? Оқымадым. Сияр шәріпті алған бедіңіз? Тек естуім бар. Онда Қиссасул әмбияны алыңыз. Жоқ, ондайға қызықпаймын, деді ол. Енді бұлардың бірде-біреуін оқымасаңыз, қызықпасаңыз, алмасаңыз, өмір сүру қалай болар екен, дедік әзіл қалжың аралас. Бұған дейін де неше түрлі дебатқа қатысып, әбден ысылған болса керек, 21 ғасырдың прагматик адамының алтын үлгісін көрсетті. Жұрттың бәрі сіздің талғаммен өмір сүрмейтін шығар. Талғамға талас жүрмейді. Әркім сүйгенін оқиды. Таңдау еркіме қол сұғып, талғамыңызды маған тықпаламаңыз. Сізге ұнаған кітап, маған да ұнауы міндетті емес деп бізді қайтарып тастаған болды. Бұдан кейін оған уәж қайтарған жоқпыз. Мырс еттік те қойдық. Себебі орта жастағы рухани дағдарыс пен ізденіс процесі басталғанда, бұл бойжеткеннің аталмыш кітаптарды іздеп жүріп оқитынына күмәніміз жоқ еді. Қалаберді тұрмысқа шығып, балалы болған соң, баласымен бірге смартфонның тұзағына түспей тұрмайды. Баласы телефонның қызығынан шыға алмай, ал өзі баланы дұрыс тәрбиелеу деген тақырып бойынша ізденген кезде, интернетте ақпараттық семіздікке ұрынуы хақ еді. Себебі 21 ғасырда бала тәрбиелеуді үйрететін мыңдаған білгіштер Инстаграмда миыңда атала қалады. Ең жаманы сол, ақпараттық аталаны удай ақшаға сатып аласың. Сонда да кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс білмейсің. Дер кезінде айыру мүмкін емес. Мұндай кезде бала тәрбиесінде ғасырлар сүзгісінен сәтімен сүзіліп шыққан классикалық жауһарлар ғана жәрдемге келеді. Біз оларды рухани іргетас деп атаймыз. Әдетте қаланы соққанда архитектуралық алуандық басты назарға алынады. Қаладағы үйлерді бірдей материалдан, бірдей дизайнмен соғуға болмайды. Бұл қала жұртын жалықтырып, өмірден мез етеді. Советтік қалалардың тартымсыз болатыны осыдан. Бүкіл ғимаратты кеуірттің қорабы құсатып төрт бұрыштап ұра берген. Қала мәдениеті дамыған елдерде барлық ғимарат алуан түрлі дизайнмен өрнектеліп, сан түрлі материалдан сыңғырлап тұрады. Бір үйді шыныдан, біреуін ағаштан, тағы бірін күйген кірпіштен соға береді. Сәулетшінің қиялы неғұрлым ұшқыр болса, қаланың келбеті де соғұрлым тартымды болады. Сондықтан да батыста қиялға бай, сәулетшілер бақуатты өмір сүреді. Бірақ бұл саладағы білім мен білік іргетасқа келгенде жүрмейді. Себебі кез келген ғимараттың іргетасы сұлулық пен дизайнде емес, мықтылық пен беріктікті талап етеді. Қиялың миллион жерден ұшқыр болса да іргетасқа жаңалық енгізе алмайсың. Фундаменттің бір ғана талабы бар. Арматураны жиі тастап, бетонды аямай құясың. Арматура мен бетон неғұрлым қою болса, іргетасың да соғұрлым мығым болады. Мұндай фундаменттің үстіне 100 қабат үй соқсаң да былқ етпейді. Құдай ұрып іргетастан арматура мен цементті аядың ба? Өзіңе обал жоқ. 7 ағайынды жұттың бірі зілзала. Бір күні ғайыптан тайып, қара жер сілкінетін болса, үйіңмен бірге үйіндінің астында қаласың. 2023 жылдың ақпан айында Түркияда 7-де 8 балдық жер сілкінісі болғанда, үлкендігі Шымкенттей 10 қаласы жермен жексен болды. Бүкіл әлем әлеуметтік желіден тапа-тал түсте сырты бүтін, іргетасы түтін неше түрлі жарқыраған, жайнаған, дизайны сылаң қаққан әдемі үйлердің бірінен соң бірінің күл талқан болып қирағанын көзбен көрді. Алғашқы паника басылған соң апаттың адами себептерін тексеру басталды. Бәленің бәрі іргетасқа барып тірелді.
Жемқорлық жайлаған жерлерде құрылыс компаниялары фундаментке қажетті қымбат материалды барынша үнемдеуге тырысады. Олай етуіне екі себеп. Біріншіден, зілзаланың қашан болатынын Алладан басқа ешкім білмейді. Сондықтан жер сілкіне қоймас деп жеңілдікке салынады. Екіншіден, фундамент көрінбейді. Жер астында көміліп қалғандықтан елдің дені оған мүлде мән бермейді. Арматура мен бетон егіз материал. Арматура болмаса фундаменттің иілгіштік, созылғыштық қабілеті жоқ. Яғни зілзалада жер астынан келген ауыр соққыны арматура қабылдайды. Арматура созылып, қайта қалпына келе алады. Әрі ғимараттан түскен ауыр салмақтың жердің астынан оп-оңай өткізіп жібереді. Ал егер бетон болмаса, арматура коррозияға ұшырайды. Аз уақытта ылғалданып, тоттанып тозып кетеді. Сондықтан сейсмикалық аймақтарда ірі ғимарат соққанда арматураны аямайды. Осыған қарап мынадай аналогия жасауға болады. Ғимаратты екі нәрсенің құлатпай тұрғаны сияқты, адам болмысын да екі феномен тіреп тұрады. Тас қылып, қатырып тастайтын бетонды, иілуді білмейтін діннің догмасы мен иман шарттары деп алсақ, иіліп созылатын арматураны өнер саласын өрнектеп тұратын мәдени өнімдерге ұқсатамыз. Арматура зілзаланың соққысын бойына сіңіріп алып, ғимаратты қалай құлатпай ұстап қалса, кеудеге құйылған мәдени құндылықтары да өмірдің ауыр соққысын шыбын жанға тартпай, сенімді қалқан қызметін атқарады. Сондықтан да хақ дін мен саф мәдени құндылыққа қанып өскен кісілер өмірдің бүкіл соққысына төтеп беріп, өмірлерін әман да жеңімпаз нотада аяқтайды. Тіпті олар нақақ ұсталып, сотталып, атылып кетсе де, өнегелі өмірі мәңгілік болмысқа айналып, кейінгі ұрпағының жанына жалау болып тұра береді. Әңгімеге арқау болған бойжеткеннің ұтымды уәжіне оралайық. Фундаментті құйғанда сәулетшіде ерік қалауы болмайды. Ол қаласа да, қаламаса да фундаментті екі ғана материалдан құяды. Сол сияқты, адам болмысының рухани іргетасын қалайтын кезде, біздің ерік қалауымыз жоққа есеп. Ұнаса да, ұнамаса да баланың бойына ғасырлар бойы сүзгіден өткен қазақтың қисса, дастан, аңыз, жыр, ән, күй, ертегі сияқты құндылықтарын құямыз. Осы абзацты оқығанда мына жерге сақ болыңыз. Құндылық туралы айтқанда, әр жастағы баланың тыңдауы тиіс, тақпағы мен санамағы бар екенін ескергеніңіз жөн. Мысалы, бесіктегі бала әлдеден басқа өнді қабылдай алмайды. Сол сияқты 4 жасар бала санамақ пен тақпақты ғана тамақсынады. 6 жасар бала ертегіге құмар. Одан асқандары қисса аңыздарды құмарта тыңдайды. 10 жастан асқан батырлар жырына қызығады. Бұл тәртіпті бұзуға болмайды. Вундеркинг идеясымен өлердей ауырған кей ата-аналар баласын өсірудің орнына өшіріп алады. Олар 6 жасар баласына Абайдың ауыр өлеңдері мен күрделі қара сөздерін жаттатады. Онымен де қоймай баласын Абай оқулары жарыстарына қатыстырып, республиканың бүкіл аймағына сүйрей берген. Мұндай бала өскесін Абай өлеңдерінің бетіне қарағысы келмейді. Себебі 60-тағы Абай оның 6 жасындағы балалық қызығының бәрін тартып алғандай көрінеді. Есейгенде табиғи жолмен даритын даналықты 6 жаста қинап үйретем деп баласына нағыз ілімнен бір жола шошытып алады. Бұдан бөлек, әсіресе 2-4 жасар балаға кәдімгідей қауіп төніп тұрады. Бұл жастағы балаға смартфон беру өте қауіпті. Его шекарасы анықталып, сананың тамыры енді жайылып жатқан баланың миы смартфонның кесірінен басқа реалға өтіп кетуі мүмкін. Қазір саны күрт өскен цифрлық аутизмнің негізгі себебі осы болып тұр.
Модерн ата-ананың тағы бір қателігін еске саламыз. Олар баласына осындай құндылық құйған кезде, бесіктегі бала осыны түсінеді дейсің бе? Немесе бұларды не үшін жаттатам? Ол бәрібір не жаттап тұрғанын түсінбейді деп, бұл нәрсеге атүсті қарайды. Балақайлар бұл жаста ештеңені рационалды пайыммен түсінбейді. Қызығып тыңдаса жетіп жатыр. Құндылықтың трансцендентті мәні оған бейсаналы түрде әсер етіп тұра береді. Зигмунд Фройд баланың бейсанасы туғаннан 6 жасқа дейін қабылдаған ақпаратымен қалыптасады. Десе, Карл Густав Юнг адамның бейсанасы индивидуалды емес, ұжымдық болады. Адамзаттың жүріп өткен бүкіл сана сезім эволюциясы түп санамызда шөгіп жатыр. Олар бізге бейсаналы тұрғыдан әсер етеді деп пайымдайды. Карл Густав Юнг әрі қарай бүйдеп айшықтайды. Біздің болмыста санадан бөлек бейсана әлемі және бар. Бейсананың үстіңгі қабаты сөз жоқ, тек қана танымнан өтіп шығады. Осыған орай, оны өзіндік бейсанам деп атадым. Бірақ оның өзі тамырсыз емес. Өзіндік бейсанам деп түпсіз терең тағы бір аймақтан нәр алып тұр. Тереңдегі бұл аймақ пенденің жеке тәжірибесінен жиналмаған. Яғни адам оны жеке өмірінде оқып, тоқып, яки қателесіп, одан сабақ алып, үйренбейді. Бейсанада түзілген бұл қабат бізде туғаннан бар. Сондықтан да мен оған ұжымдық бейсана деп атау бердім. Неге ұжымдық? Себебі ол сенің жеке санаң емес. Ол универсалды сипатқа әуелден ие. Енді бір сұрақ туады. Жеке бейсанадан ұжымдық бейсананың не айырмашылығы бар? Жауабы былай. Ұжымдық бейсананың мазмұны әмәнда ортақ және барлық кісіде ұқсас болып келеді. Осылайша барлық адам ұрпағынан ортақ, сананың төменгі бір қабаты бар деп айтамыз. Яғни Нұхтың кемесі, Сүлейменнің жүзігі, Дәуіттің ұста болғаны, Адам мен Хауана жайлы аңыздар барлық халықта бар. Бұл ұжымдық сана. Сенің миыңның бір қатпарында осы аңыздар архетип болып тұра береді. Ал жеке меншік сана сенің бесікте жатқан сәттен бастап жинайтын жеке тәжірибең. Ұжымдық бейсана адамзаттық ортақ қазынасы. Ол жеке адамның өмірлік тәжірибесімен бірге дамымайды. Ол біз тумай тұрып бартын. Барлық архетиптер ұжымдық бейсанада өмір сүреді. Бейсанадағы даналық пен тәжірибе сол архетиптер арқылы санамызға жалғанып, бойымызға дариды. Біз даналықты солар арқылы қабылдаймыз. Біз бұл жерде қай ғалымның пайымы дұрыс деп әуреге түспейміз. Дәстүрлі жолмен қазақтың классикалық құндылығын баламыздың құлағына құйған кезде Зигмунд Фройдтың да, Густав Юнгның да теориясы расталып тұра береді. Бесік жырын шырқасақ, тал бесіктен бастап, сәбидің жеке меншік санасын дұрыс қалыптастырамыз. Ал діни қиссалар мен батырлар жыры бар болса, баланың ұжымдық бейсанасын оятады. Қай тараптан түссек те, қазақы тәрбие әмәнда ұтысқа шығады.